Сәлем достар, бүгін бізде 4-ші сыныптың математика сабағын қарастыратын боламыз. 77-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы қозғалысқа берілген есептер. Бірінші тапсырмаға қарайық. Орнитологке есеп бойынша әріпті өрнек жазуға көмектес. Екі ағаштың арасы к метр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі торғай ұшып шықты. Олар б секундтан кейін кездесті. Бірінші торғайдың жылдамдығы z метр секунд. Екінші торғайдың жылдамдығын тап. Алдымен берілген жазамыз. S арақашықтық к метр, уақыт b секунд, v1 z метр секунд, v2 белгісіз метр секунд. Арақашықтықты табу үшін v1 мен v2-ның қосындысын т-ға көбейтеміз. v1 мен v2-ның қосындысын табу үшін s-ті т-ға бөлеміз. Яғни v-ны табу үшін s-ті т-ға бөлеміз. Бұл жерде v2-ні табу үшін s-ті т-ға бөліп v1-ді азайтамыз. Енді орнына қояйық. К метрді бөлеміз v секундқа, бөлеміз z метр секундқа. Сонда жауабы екінші торғайдың жылдамдығы k бөлінген v азайтылған z-ге тең. Енді екінші тапсырмаға қарайық. Бұл жерде динозаврлар берілген. Динозаврлардың жылдамдықтары берілген. Қарайық. Тікенекті динозавр, бұл жерде v1 деп алайық. 10 км сағат. v1 10 км сағат, v2 15 км сағат. v3 20 км сағат. v3. v4 30 км сағат. v5 45 км сағат. v6 50 км сағат. 50 км сағат. Және бұл жерде v7 бар, ол қазіргі заманғы жануар, яғни қабылан. Оның жылдамдығы 100 км сағат деді. Енді былай дейді, олар тәуліктің 4/1 бөлігін жүріп өткен болса, олар қанша арақашықтықты жүріп өтті дейді. Тәуліктің 4/1 бір тәулікте 24 сағат бар. Оның қанша екенін табу үшін 24-ті 4-ке бөлеміз, 6 сағат. Енді әр қайсысының жүріп өткен арақашықтықтарын табуымыз керек. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Жеке-жеке жазып шығайық. v1-ді табамыз. v1-ді табу үшін 10-ды 6-ға көбейтеміз. 60 км. v2-ні табу үшін 15-ті 6-ға көбейтеміз. 90 км. Қалғандарын қысқартып жазам. Осылай километр сағаты мен сағаттарын бірге жазасыздар. v3 20-ны 6-ға көбейтеміз. v4-ті табу үшін 30-ды 6-ға көбейтеміз. v5-ті табу үшін 45-ті 6-ға көбейтеміз. 270 км. v6-ны табамыз. 50-ді 6-ға көбейтеміз. 300 км. Енді v7-ні тауып қарайық. v7-ні табу үшін 100-ді 6-ға көбейтеміз. Сонда тікенекті динозаврлар 60 км, алып динозаврлар 90 км, мүйізді динозаврлар 120 км, ірі жыртқыш динозаврлар 180 км. Және бұл жерде v5 болып тұрған бізде. Ірі жыртқыш динозаврлар 170 км, ұсақ динозаврлар 300 км. Және қазіргі заманғы қабылан 600 км-ді жүріп өтеді. Енді екінші тапсырманың әсіне қарайық, сұрақтарға жауап бер. Сенің жүгіру жылдамдығың қандай?
Динозаврлардан қашып құтыла алар ма едің? Орнитолог және палеонтолог мамандары туралы білесің бе? Бұл мамандық иелері немен айналысатынын анықта. Мысалы, біздің жүгіру жылдамдығымыз динозаврлардың жүгіру жылдамдығынан азғантай. Біз жаңа динозаврларды қарадық, олар өте 60 километрге, 90 километр, 120 километрге дейін ұзақ жүгіреді. Біз олардан қашып құтыла алмас едік. Енді орнитолог және палеонтолог мамандар туралы білесің бе дейді. Орнитология деген ғылым бар, ол жойылып кеткен құстарды зерттейді. Орнитолог жойылып кеткен құстарды зерттейтін маман. Ал палеонтолог ол жануарларды, өсімдіктерді зерттейтін маманды палеонтолог деп атаймыз. Ерте заманда жойылып кеткен жануарларды және өсімдіктерді зерттейді. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығарудың екі тәсілі бар. Бірінші тәсілді түсіндір, ал екінші тәсілді толықтыр, тиімді тәсілді анықта. Екі ауылдың арасы 40 километр. Осы ауылдардан екі жаяу адам жүргінші бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа жолға шықты. Бірінші жаяу жүргінші 4 км сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 5 км сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін екеуінің арасы қанша болды? Енді бұл жерде қарайық, тәсілдері жазылып беріліп тұр. В1 бізде міне 5 км сағат. Т, яғни уақыт 2 сағат. В2 4 км сағат. Ара қашықтық, яғни С 40 км. Бұл жерде берілген жазамыз. Мына жерде бірінші тәсіл жазылып тұр. Бірінші тәсіл қараңыздар. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10 км. Яғни 5 бұл жерде В1-е, 2 бізде сағат. Яғни S1-ді табу үшін 5-ті 2-ге көбейтеміз. Одан кейін 4-ті 2-ге көбейтеміз. S2-ні табу үшін. Одан кейін 10-ға 8-ді қосамыз. Жалпы S-ті табу үшін. S яғни екеуінің арасы 58 км. Енді екінші тәсіл бірінші бұл жерде қасықтау жылдамдығын тауып алуға болады. Яғни В-ны ХЖ деп жазайын. Яғни Т бізде В1. В1-ге В2-ні қосамыз, қашықтау жылдамдығын табу үшін. Одан кейін екінші 9-ды, 9 шықты, 9 км сағатты 2-ге көбейтеміз. Яғни ара қашықтық 18 км. Енді екеуінің арасы қанша болғанын табу үшін 18-ге 40. Екі сағаттан кейін екеуінің арасы 58 км болған екен. Енді төртінші тапсырманы қарайық, есепті шығар. Арасы 40 км болатын екі ауылдан бір уақытта екі шаңғышы бірінен бірі қарама-қарсы бағытта шықты. Екеуінің жылдамдығы 10 км сағат, екіншісінікі 12 км сағат. Олардың арасы 2 сағаттан кейін қандай болады? Енді берілген жазайық, мен мына жерде жазып қойдым. Берілген осылай жазамыз. Шешуін табу үшін алдымен екі шаңғышының 2 сағаттағы жүрген жолын тауып аламыз. Бұл жерде В1-ге В2-ні қосамыз да 2-ге көбейтеміз. 44 км. 44 км екі шаңғышының 2 сағаттағы жүрген жолы. Енді осы 2 сағаттан кейінгі, екеуінің 2 сағаттан кейінгі ара қашықтығын табу үшін 10-ға 12-ні қосып 2-ге көбейтеміз. Және оған 40 км жол қосамыз. Сонда 84 км болады.
Жауабы екі шаңғышының 2 сағаттан кейінгі арақашықтығы 84 километр. Енді әсін қарайық. Сызбаны қара және ол бойынша кері есеп құрастыр. Енді қараңыздар, бұл жерде дәл банағыдай барлығы белгілі. Жерде В1 12 км сағат, уақыт 2 сағат, В2 10 км сағат деп барлығы жазылып тұр. Екі ауылдың арақашықтығы, соны табуымыз керек. Мына жерде жалпы арақашықтығы екеуінің бірінен бірі 84 км. Енді осы өрнектер бойынша шешуін тапсақ болады. Мына жерде екі өрнек беріліп тұр. Яғни мына жерде 10 деген бірінші шаңғышынікі, 12 деген екінші шаңғышынікі. Сонда В1 мен В2-ның қосындысын уақытқа көбейтсек, S-ті тапқан боламыз. Сонда ол бізде 44 км. Ол екі шаңғышының 2 сағаттағы жүрген жолы. Енді 2 сағаттағы жүрген, мына жердегі 84 деген екеуінің бірінен бірі қашықтау жылдамдығы. Одан азайтамыз банағы екі шаңғышының 2 сағаттағы жүрген жолын. Сонда біздер екі ауылдың арақашықтығын тапқан боламыз. Мынау бірінші, мынау екінші. Екі ауылдың арақашықтығы сонда 40 км. Жауабын жазамыз. Төрттің бысын қарайық. Сызбаны қара және ол бойынша кері есеп құрастыр дейді. Арасы 40 км болатын екі ауылдан бір уақытта екі шаңғышы бірінен бірі қарама-қарсы бағытта шықты. 2 сағаттан соң олардың арақашықтығы 84 км. Біреуінің жылдамдығы 10 км сағатта, екіншісінің жылдамдығы қандай болғаны. Енді бұл жерде өрнекте жазамыз. Бірінші шешуі 84 азайту 40, бұл екі шаңғышының жүрген жолы. Одан кейін 84-тен 40-ті азайтып 2-ке бөлеміз, 22 км сағат. км сағат бұл қашықтау жылдамдығы болады. Енді үшінші, екінші болады. Үшінші 84-тен 40-ті азайтып 2-ке бөлеміз. Бұл 2-ке бөлеміз. Одан 10-ды азайтамыз. Сонда 12 км сағат шығады. Бұл екінші шаңғышының жылдамдығы. Жауабын жазамыз. Екінші шаңғышының жылдамдығы 12 км сағат. Енді ары қарай 5-ші тапсырмаға қарай, қандай санды өрнекте бірінші амал ретінде қосу орындалуы тиіс. Амалдар ретін анықта және өрнектердің мәнін есепте. Бұл жерде бірінші 800-ді 100-ге бөлеміз. Шыққан санға 2700-ді қосамыз. Одан 70-ті азайтамыз. Одан 2-ні азайтамыз. Сонда бізде 2636 шығады. Енді екіншісін қарайық. Бұл жерде бірінші жақшаның үші орындалады. 9000-ға 300-ді қосамыз, 200-ді азайтамыз. Одан кейін шыққан санды 100-ге бөлеміз, 40-ті қосамыз. Сонда бізде 131 шығады. Енді төртіншісін қарайық. Бұл жерде де бірінші жақшаның үші орындалады. Бірінші 300-ге 400-ді қосамыз, одан 600-ді азайтамыз. Одан кейін 18000-ді бөлеміз жақшаның ішінден шыққан санға, одан 50-ді азайтамыз. Сонда бізде 130 шығады. Келесісін қарайық. Бұл жерде бірінші бөлу орындалады. 89-ға бөлеміз. Одан кейін 180.567-ден 184-ті азайтамыз. Осы шыққан саннан 4-ті азайтамыз. Оған қосамыз мына жердегі шыққан санды. Сонда жерде 131. Сонда бұл жерде 185.385 шығады.
Енді 6-шы тапсырманы қараймыз. Жұлдызшалардың орнына болатын цифрларды анықтау. Бұл жерде қай сандар? Мына жердегі сандарды азайту амалына кері амал қосу амалы. Бұл жерді анықтау үшін сандарды екеуін қоссақ. Мысалы, 6-ға 3-ті қосамыз. Ауылынан кетіріп тастайын. 6-ға 3-ті қосамыз 9. 7-ге 4-ті қосамыз 11. Бірін жазамыз. 5-ке 8-ді қосамыз 13. Ойдамын 14. 4-ін жазамын. 1-і ойда 5. Ойдағым. 6419-дан 576-ны азайтсақ 5843 қалады. Енді екіншісін қарайық. Бұл жерде дәл солай. Мына саннан 34083-тен 3471-ді азайтсақ, мына жердегі сан шығады. Сонда бұл сан бізде 3-тен 1-ді азайтамыз 2, 8-ден 7-ні азайтамыз 1, 0-ден 4 алынбайды. 4-тің 1-ін берем. 10-нан 4-ті азайтамын 6. 10-нан 4. Енді 4-тің орындан жаңа 1-ін бердік қоя 3 қалды. Мына жерде 3-тен 3-ті азайтамыз 0. Мына жерде 3-тен азайтатын сан жоқ. 3-тің өзін жазамыз. Сонда 3471-ге 30610 34080 шығады екен. Енді 7-ші тапсырманы қарай. Әлия, Айна және Сәуле үшеуі бір мектепте, бірақ әртүрлі сыныпта оқиды. Бірінші, екінші және үшінші сыныптарда. Әлия өткен жылы Айна оқыған сыныпқа көшті. Қыздардың әрқайсысы қай сыныптарда оқиды? Енді жауабын қарайық. Жауабы Әлия 2-ші сыныпта, Айна 3-ші сыныпта, Сәуле 1-ші сыныпта оқиды екен. 8-ші тапсырманы қарайық. Екі қаланың арақашықтығы W километр. Олардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі автокөлік шығып, Т сағаттан кейін кездесті. Бірінші автокөліктің жылдамдығы V км сағат, екі автокөліктің жылдамдығын. Сіздерге бұл жерде сызба бойынша есеп бойынша сызба мен өрнек құрастыр дейді. Енді сызба құрастыр керек. Мына жерде мысалы екі ауыл берілген. Ауыл беріліп тұр. В1 екі қаланың арақашықтығы W километр. Яғни мына жердегі арақашықтық километр. В1 V километр сағат. V2 белгісіз километр, V2 белгісіз. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытта шықты. Яғни екеуі бір-біріне қарсы шықты және мына жерде кездесті. Осы жерде кездесу уақыты 4 сағат. Т сағат. Т сағаттан кездесті. Енді осы жерде берілгенін жазып шығамыз. Дәл осылай берілгеннің бәрін жазып шығамыз. V2 белгісіз. Шешуін табайық. Табу үшін бірінші V жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін S-ті Т-ға бөлеміз. S-ті Т-ға бөлеміз. Орнына қоямыз. W Т. Енді V2-ні табу. V2-ні табу үшін жақындау жылдамдығынан V1-ді азайтамыз. Жақындау жылдамдығы бізде W бөлінген Т. Азайтамыз V км сағат.
Жауабы екінші автокөліктің жылдамдығы W бөлінген Т азайтылған V км/сағ. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.